Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ұлттар достығы, басты байлығымыз. Оқу мақсаты проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауабымен салыстыру, талқылау. Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды шағын мақала, нұсқаулық әңгіме құрастырып жазу. Сабағымызды бастамас бұрын мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Қазақстанда қанша ұлт тұрады? Сен тұратын аймақта қанша ұлт өкілі тұрады? Олардың Қазақстанға қалай келген туралы білесің бе? Сенің басқа ұлт өкілдерінен достарың бар ма? Жақсы жауап бердіңіздер. Енді тыңдалым тапсырмасына кезек берейік. Ұлттар достығы басты байлығымыз. Ұлтаралық қатынастың жақсы жолға қойылуы, халықтар достығының нығаюы, әсіресе біздің Қазақстан сияқты көп ұлттың өкілі тұратын демократиялық жолмен дамып келе жатқан республика үшін өте қажет. Бұл бағытта еліміз егемендік алғалы қыруар шаруалар жүзеге асты және асырыла бермекші. Солардың ең негізгісі Қазақстан халқы ассамблеясының құрылуы. Ассамблеяның негізгі бағыты еліміздің тарихына терең үңіліп, ұлттық дәстүр мен мәдениетті, ана тілімізді сақтау және дамыту және ұлтаралық ынтымақтастық пен сабақтастықты мейлінше өркендету. Осы орайда Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбегі ұшан теңіз екенін айтуымыз керек. Елбасы Қазақстан 2050 стратегиясында әр ұлт өкілдерінің міндеттерін айқындап берді. Ал ассамблея ұлттар достығының алтын көпіріне айналып отыр. Бүкіл дүние жүзінде халықтар мен этностардың мүддесін ойлайтын аса мәртебелі біріккен ұлттар ұйымы Қазақстан халқы ассамблеясының республикамызда қоғамдық өмірдегі атқаратын рөлін кішігірім біріккен ұлттар ұйымы деп атауы тегін емес. Себебі Қазақстан халқы ассамблеясы дүниежүзілік деңгейде біріккен ұлттар ұйымында, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымында өзінің жоғары бағасын алды. Қазақстан халқы ассамблеясы өз болмысы арқылы барлық ұлттар мен ұлыстардың басқа кез келген халықпен терезесінің тең, керегесінің тең екендігін көрсетіп отыр. Мәтінді тыңдап алсаңыздар, мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Мәтіндегі негізгі ақпарат туралы не айтасың? Ассамблеяның негізгі бағыты қандай? Қазақстанда тұратын ұлттардың мәдени орталықтары туралы не айтар едің? Мәтінге қандай тақырып қояр едің? Ассамблеяның негізгі бағыты туралы не білесің? Оқылым тапсырмасы. 5-ші тапсырма. Мәтінді оқып, негізгі ақпаратты анықта. Мәтіндегі кетістіктердің қалай жасалып тұрғанын түсіндір. Оқылым тапсырмасын орындап болсаңыздар, енді жазылым тапсырмасын орындайық. Қазақстан достықтың киелі бесігі сөзіне бағанды толтырып, ойларыңды дәлелдеп жазыңыздар. Құрметті білім алушылар, бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс жасаймыз. Ол үшін видеоның астында сілтеме берілген. Сол сілтемені өтіп арқылы кері байланыс жасайсыздар.